Қайырлы күн достар, менің аты жөнім Әсем Бұхай. Мен бала тәрбиесі жөніндегі 15 жыл тәжірибесі бар маманмын. Мен бүгін алдыңғы сабақта айтыппын, кітап оқудың өзіндік бір қыр-сырлары бар, солармен бөлісетін боламын. Бүгін сол жайында айтайын деп тұрмын. Жалпы адамның оң жақ және сол жақ миы бар дедім. Біз бала күнімізде әртүрлі қызылды жасылды суреттерге және мультфильмге және фантастикаға сенгеннен кейін біздің жаңа оң жақ миымыз жақсы жұмыс жасап тұрады екен. Содан кейін біз бастауыш сыныпты бітіргеннен кейін бізде жәнегі мультфильмға сенбей бастаймыз, және біз оң жақ қолмен жаза бастаймыз жазуды. Сол жақ қолымызды да дамытпай кетеміз де, содан барып бізде сол жақ миымыз, оң жақ миымыз дамымай қалады екен. Ал біз сол қолмен жазған кезде біздің сол жақ миымыз оң жақ миымыз дамиды. Оң жақ миымыз біздің шығармашылығымызға жауап береді деп айтқан болатын. Енді екі мидың арасында үнемі байланыс жасалып тұру үшін оларда әртүрлі жаттығулар бар дедім. Соның бір екеуімен бөлісейін деп тұрмын. Ана жолы нейро жаттығу дедім, ол екі қолды бір мезетте қозғау дедім. Нейро жаттығудың әртүрлі нелері бар, оны YouTube каналынан қарап тауып алсаңыз да болады. Соның біреуі Шульте кестесі. Шульте кестесі жайында айтайын деп тұрмын. Шульте кестесі міне мына сызыққа, ортадағы нүктеге қарап тұрып 1, 2, 3, 4 деп жәнегі сандар тауып алып, көзіңізді ортадағы сызықтан алмайсыз. Сонда баланың көзінің қамту аймағы үлкейеді. Неге? Себебі жылдам оқитын адамның көзінің қамту аймағы былай оқитын адамның көзінен 2 есе үлкен болады екен. Сондықтан бізде бір-екі сөз ғана сиятын болса, жылдам оқитын адамдікі жәнегі бір қарағанда көзінің қамту аймағы өте үлкен болып келеді екен. Жалпы осыған байланысты жәнегі Қайырлы күн достар, менің аты жөнім Әсем Бұхай. Мен бала тәрбиесі жөніндегі 15 жыл тәжірибесі бар маманмын. Мен бүгін алдыңғы сабақта айтыппын, кітап оқудың өзіндік бір қыр-сырлары бар, солармен бөлісетін боламын. Бүгін сол жайында айтайын деп тұрмын. Жалпы адамның оң жақ және сол жақ миы бар дедім. Біз бала күнімізде әртүрлі қызылды жасылды суреттерге және мультфильмге және фантастикаға сенгеннен кейін біздің жаңа оң жақ миымыз жақсы жұмыс жасап тұрады екен. Содан кейін біз бастауыш сыныпты бітіргеннен кейін бізде жәнегі мультфильмға сенбей бастаймыз, және біз оң жақ қолмен жаза бастаймыз жазуды. Сол жақ қолымызды да дамытпай кетеміз де, содан барып бізде сол жақ миымыз, оң жақ миымыз дамымай қалады екен. Ал біз сол қолмен жазған кезде біздің сол жақ миымыз оң жақ миымыз дамиды. Оң жақ миымыз біздің шығармашылығымызға жауап береді деп айтқан болатын. Енді екі мидың арасында үнемі байланыс жасалып тұру үшін оларда әртүрлі жаттығулар бар дедім. Соның бір екеуімен бөлісейін деп тұрмын. Ана жолы нейро жаттығу дедім, ол екі қолды бір мезетте қозғау дедім. Нейро жаттығудың әртүрлі нелері бар, оны YouTube каналынан қарап тауып алсаңыз да болады. Соның біреуі Шульте кестесі. Шульте кестесі жайында айтайын деп тұрмын. Шульте кестесі міне мына сызыққа, ортадағы нүктеге қарап тұрып 1, 2, 3, 4 деп жәнегі сандар тауып алып, көзіңізді ортадағы сызықтан алмайсыз. Сонда баланың көзінің қамту аймағы үлкейеді. Неге? Себебі жылдам оқитын адамның көзінің қамту аймағы былай оқитын адамның көзінен 2 есе үлкен болады екен. Сондықтан бізде бір-екі сөз ғана сиятын болса, жылдам оқитын адамдікі жәнегі бір қарағанда көзінің қамту аймағы өте үлкен болып келеді екен. Жалпы осыған екінші әдісі мына секілді.
мына пирамида кестеге буынға бөліп және бүйтіп ортадағы мына плюсте болады көзіңіздің несі. Бұны қолдан да жасап алуға болады. Және Шульце кестесінде қолдан жасап алуға болады. Ортасына сызық жасап, 4-5 сызып, солардың несіне және сандарды, әріптерді қойып таптыруыңызға болады, балаларыңыз. Жазғы каникулда балаңыздың уақытын тиімді өткізу әрбір ата-ананың міндеті деп ойлаймын. Сол үшін балаңызға 2 балама 3 балама отырғызып қойып, оның логикасын дамыту үшін әртүрлі үшбұрыштарды беріп қойып, мынадан қандай сурет шығарасын деп айтуыңызға болады балаңызға. Балаңыз жаңағы ойлайды, үшбұрыштан үй жасауы мүмкін, үшбұрыштан тікұшақ жасауы мүмкін, үшбұрыштан өзінің логикасын әртүрлі ойларды сізге жасап шығаратын болады. Сол сияқты тағы да әртүрлі суреттерден сізге керекті өздеріне ойларына келген әртүрлі суреттерін жасап шығарады. Бұл баланың миын және логикасын өте жақсы дамытатын болады. Енді балаңыз 1-ші сыныпқа баратын болса, оны міндетті түрде әріпті танығаннан кейін оны буындарды қосып үйретуіңіз керек. Не себепті? Бала әріптеп оқитын болса, ол езікшілеп аз сөз оқитын болады. Сондықтан сразу ата, апа деп буынға бөлдіріп, сразу қостырып оқытуыңыз. Оны ручкамен жазып та, мысалы, оқыта беруге болады. Үйдегі бар нәрселермен буынға бөлгіздіріп. Тағы жалпы адам, мысалы, Парето әдісі сияқты кітап оқыған кезде, мысалы, бір кітаптың мағынасы, бір әңгіменің мағынасында 80% және кірме ақпараттарда 20%, нақ ақпарат сол кітаптың мазмұнын ашатын 20% қана болады екен. Сондықтан біз кілтті сөз деген болады. Соны анықтап бүгіннен бастап үйренуіміз керек. Оны қалай білеміз? Оны біз оқыған кезде сол ненің, кітаптың жәнегі сөйлемнің мағынасын ашып тұратын өз бір сөз болады. Соны елестеткен кезде сіз аны сөйлемді толығымен нететін боласыз. Бір-ақ сөз сөйтіп арасынан теріп бір дәптерге жазып аласыз да, кілтті сөздерін теріп жазып, солай мағынасын ашуға болады. Балаңыздан бір сөз болса да, мынадан қандай бір сөйлемді оқыған кезде, бұдан қандай сен өзіңе не мазмұнына мағынасын алдың деп сұрайсыз. Маңызды емес ол бала не айтады, не түсінді, соны жарайсың деп балаңызды қолпаштап қойыңыз. Бұл әдіс сіздің өзіңізге де жарауы мүмкін. Сондықтан келесі жолы балаңыздың жазғы демалыста қалай уақытын тиімді пайдалану керек, сол жайында айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.